Бүгінгі сабақта біз An Apple Pie деген қысқа мәтін шығарманы оқимыз, сонымен бастадық. An apple pie. The tree was full of red apples. The farmer was riding his brown horse. He stopped under the tree. He reached out and picked an apple off a branch. He bit into the raw apple. He enjoyed the apple. His horse turned its head to look at him. The farmer picked another apple off the tree. He gave it to the horse. The horse ate the raw apple. The horse enjoyed the apple. The farmer put a dozen apples into a bag. He rode the horse back home. He put the horse in the barn. He walked into his house. The cat rubbed up against his leg. He gave the cat a bowl of warm milk. He sat down on the sofa. He opened a book to read. His wife came home. She cooked the raw apples. She made an apple pie. They ate bread and hot soup for dinner. They enjoyed the bread and soup. They had hot apple pie for dessert. They both enjoyed the apple pie. Келесі әр сөйлемді оқып, мағынасын түсініп шығайық. The tree was full of red apples. Ағаш қызыл алмаларға толы болды. The farmer was riding his brown horse. Фермер немесе шаруа деп аударуға болады. Өзінің қоңыр атын айдап келе жатыр еді. He stopped under the tree. Ол ағаштың астына тоқтады. Ағаштың астына келгенде тоқтады. He reached out and picked an apple off a branch. Ол reach деген жету дегенді білдіреді, ал енді мына шығармада reach out болып қолданып тұр, яғни қолын созды деп аударуға болады. Қолын созып, бұтақтан алманы алды, алманы жұлып алды деп аударуға болады. He bit into the raw apple. Ол піспеген алманы тістеді. He enjoyed the apple. Оған алма ұнады. Enjoy деген негізі рахаттану дегенді білдіреді, бірақ мұнда алманы ұнады деп аударсақ дұрыс болады. His horse turned its head to look at him. Оның аты оған қарау үшін, яғни мына шаруаға қарау үшін басын бұрды. The farmer picked another apple off the tree. Фермер ағаштан тағы бір басқа дегенді білдіреді, тағы бір алманы алды, жұлып алды. He gave it to the horse. Ол ит алманы, яғни оны атқа берді. The horse ate the raw apple. Ат піспеген алманы жеді. The horse enjoyed the apple. Атқа алма ұнады. The farmer put a dozen apples into a bag. Фермер өзінің сөмкесіне дюжина деп аударылады, яғни 12 дегенді білдіреді, 10-12 алманы сөмкесіне салды. He rode the horse back home. Ол үйге қарай атын айдады. Яғни үйге қарай атын айдады. He put the horse in the barn. Ол атты қораға байлады. Негізі put деген салу, қою дегенді білдіреді. Енді мына сөйлемде байлады деп аударуға да болады. He walked into his house. Ол өзінің үйіне қарай жүрді. The cat rubbed up against his leg. Мысық оның аяғының айналасында бұратылып жүрді. He gave the cat a bowl of warm milk. Ол мысыққа жылы сүті бар тостағанды берді. Яғни сүт құйып тостағанды берді. He sat down on the sofa. Ол диванның үстіне отырды, диванға отырды. He opened a book to read. Ол кітап оқу үшін кітапты ашты. His wife came home. Оның әйелі үйге келді. She cooked the raw apples. Ол піспеген алмаларды, яғни raw деген піспеген шикі дегенді білдіреді. Алмаларды пісірді.
She made an apple pie. Ол алма бәлішін жасады. Шығарманың аты да an apple pie деп аталады, яғни алма бәліші деген шығарма. Сонымен ол алма бәлішін жасады. They ate bread and hot soup for dinner. Олар кешкі тамаққа, dinner деген кешкі тамақ деп аударуға болады, нан мен ыстық сорпаны жеді, ішті. They enjoyed the bread and soup. Оларға нан мен сорпа ұнады. They had hot apple pie for dessert. Олар десертке ыстық алма бәлішін жеді. Had деген жеу деп аударылмайды, бірақ қабылдау деп аударылады, бірақ мына сөйлемде қазақшаға аударғанда жеді деп аударсақ дұрыс болады. They both enjoyed the apple pie. Олардың екеуіне де, both деген екеуіне де алма бәліші ұнады. Бұл мәтін шығарманың тілі сәл қиындау. Осындай мәтін шығармаларды көп оқыған сайын ағылшын тілін түсінуде жеңілдене түседі. Мұндай мәтіндерді мына сілтеме бойынша таба аласыз. Осы сілтеме бойынша 100-ден астам қысқа тілі сәл қиындау шығармалар бар, және осы шығармалардың барлығын оқыған дұрыс. Өйткені оқыған сайын ағылшын тіліндегі сөздердің қолданылуын, оқылуын түсінетін боласыз.